уақыттарды ойлаймыз, кешегі ұрысты ойлаймыз, өткен жылдағы біреудің өкпелеткенін ойлаймыз, біреу аяғымызға шалғанын ойлаймыз, біреу біздерге жаман сөз айтқанын ойлаймыз. В общем айтқанда, азанда тұрған кезде миымыз хаос болып тұрады. 100% гарантия беремін, бәрі сондай. Қане ондай емеспін дейтіндеріңіз бар ма, айтыңдаршы? Ондай емес, миың тап-таза, азында Аллаға шүкір, әлхамдулиллах деп тұратын адамдар бар ма араларыңызда? Ойлап көріңдерші, айтаңдаршы. Сондай болып тұратындарыңыз бар ма? Азында оянғаннан прямо керемет көңіл күйде, прямо Аллаға шүкір, өмірім қандай тамаша, бүгін ояндым, Аллаға сан шүкір деп көңіл күйің настроениең күшті болып бүйтіп оянатындарыңыз бар ма? Я деп қолдарыңыз бүтір көтерін, жоқ болса жоқ деңдер. Бар ма сондайлар? Ол үшін не істеу керек? Ол үшін айтам қазір. Ондай болмас үшін не істеу керек екенін айтам қазір. Көпшілігіміз осылай болып тұрамыз. Мен де солардың бірі болдым, қазіргі таңда мен ойымды өзгерттім, өмірім өзгерді, қарым-қатынасым жөнделді, азында тұрғаннан хаос болмай тұратын болды, әлхамдулиллах. Оның бәрі өзіңнің күнделікті істеп жүрген іс-әрекетіңмен, біздердің ойлаған ойымызбен сөйлеген сөзімізге байланысты екен. Қарапайым адамға былай айтасың: давай сен өзгерші, бір өзгеріс әкел өзің өміріңе деп айтсаң, қалай дейді? Қалай мен өзгерем? Менің айлығымның тұрысы мынау, айлығым шайлығыма жетпейді, қызымды оқуына төлеуім керек, баламды үйлендіруім керек, маған қайда оқу қайда, білім қайда деген ақталуларды естіп жатамыз. Ол білім алуды емес, өзінің минус жағын, проблема жағын көріп жатады. Соның үшін екі телефонды ары қоямыз. Телефонды ұйықтар алдында 2 сағат алдын біз көрмеуіміз керек. Инстаграм көрмеуіміз керек, тикток көрмеуіміз керек, жаман ақпарат көрмеуіміз керек, миымызды, флешкамызды тазалап жатуымыз керек. Содан кейін 2 сағат, 2 метр ары қарап қойып болғаннан кейін Аллаға шүкірлігімізді айтып, баяғыда біздер қарапайым простой техника біздердің әжеміздің үйреткен. Былай қарап отырсаң қазір бар психология дейді, біздердің әжеміздің үйреткен тәрбиесі осылай болатын. Жатар алдында бисмиллахыңды айт. Мен әлі есімде, елес емес есімді білем, сол кезінде айтатын. Аллаға мен бақытты болайын деп тіле, бақытты болайын, сосын бар дұға тілектеріңді тілеп деп солай отырып, сөйтіп бар дұға тілегіңді айтып отырып, сөйтіп барып альхамдулиллах деп Аллаға шүкірлікті айтып болып ұйықтауымыз керек екен. Сонда миымыз азанда хаос болып тұрмайды. Азында тұрғаннан хаос болып тұрмай, альхамдулиллах шүкір деп жаттың ба, азында оянғанда да осы күйде жататын боласыз. Сол сияқты азандағы таңғы біздің жұмысымыз бірінші кештен басталады. Кештен бастайды. Бар ісімізді бізде кештен бастауымыз керек. Тикток көріп, ютуб көріп, инстаграм көріп, сериал көріп, сөйтіп болып ұйықтайтын болсақ, азанда басымыз хаос болып тұрады. Сондайдан арылу үшін сол кештен бастауымыз керек болады екен. Аллаға шүкір. Менің планым, қарапайым планымды айтатын болсам, мен қазіргі уақытта 3:30-да тұрып жүрмін. Өзімнен пример алып, өзімнен айтатын болсам, сіздерге түсінікті болсын. Қарапайым техникамен бөлісетін болсам, мысалы, кеште жаңағына жасар алдында айтып 10 план жасаймыз, қарапайым. Сағат 5-те тұрамын, 5-тен 6-ға дейін жүгіріп келемін,
6-дан 7-ге дейін не істеуге болады? Зарядка жасаймын, таңғы жаттығу, таңғы серуен деген өте тамаша көмек береді. 7-ден 8-ге дейін таңғы ас, одан кейін жұмысқа кетемін деген сияқты өзіңізге осындай жаңағындай план қойып жатсаңыз болады. 9-дан 10-ға дейін не істейсіз? Осындай по порядку сіздердің жазылған планыңыз, іс-әрекетіңіз сол кіші әрекеттерді өз өміріңізге кіргізетін болсаңыз, үлкен жетістіктерге жететін болады екенсіз. Қарапайым жаңағы жаттығу залына баратын болсаң, қарапайым бассейнге барып жарты сағат, 1 сағат соны әдетке айналдыратын болсаңыз, үлкен жетістіктерге жететін болады екенсіз. Сіздің кіші әрекетіңіз үлкен жетістіктерді құрайтын болады. Бірақ осы жетістікке жету үшін біздер күнделікті өзімізбен жұмыс жасауымыз керек екен. Жұмыс жасау өте қиын. Өзін дамытып, өзін бағалау дегеннің бәрі осыған кіретін болады. Көріп адар зарядка жасап. Кімде қандай сұрақ бар? Зарядка жасасаңыз, қарын кетеді, денсаулық болады